Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үш саны. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суретке қара, балалардың немен айналысып жатқанын айт. Әр топта неше баладан бар? Балалар, біз суретте кімдерді көріп тұрмыз? Балаларды көріп тұрмыз, е? Олар әртүрлі спортпен айналысып жатыр, е? Бірінші суретте, яғни бірінші топта үш баланы көріп тұрмыз. Үш сары киім киген балалар жүгіріп бара жатыр, е? Оларды бір топ деп қарастырамыз. Екінші, турникке тартылып жатқан балаларды көріп тұрмыз. Үш баланы көк киіп алған. Оларды екінші топ деп қарастырамыз. Одан кейін доппен ойнап жатқан қыздарды көріп тұрмыз, е? Оларды үшінші топ деп қарастырамыз. Сонда бізде үш топ бар екен. Енді әр топта қанша бала бар екенін анықтауымыз керек. Әр топта 1, 2, 3, яғни жүгіріп бара жатқан балалар үшеу. Турникке тартылып тұрған балалар үшеу. Және доппен ойнап жатқан қыздар үшеу. Сонда әр топта 3 баладан бар екен. Келесі тапсырма: 2 дөңгелек ал, тағы біреуін қос. Неше болды? Яғни 2 қызыл дөңгелекті көріп тұрмыз. Оған тағы бір көк дөңгелекті қоссақ, барлығы 3 дөңгелек болды. Яғни 2-ке 1-ді қосқанда 3 болады. Келесі бір көк дөңгелекті алып, оған 2 қызыл дөңгелекті қоссақ, 1-ге 2-ні қосқанда 3 болады. Барлығы 3 дөңгелек болды. Екінші суретте не көрсетілген? Екінші суретте 3 көк дөңгелекті көріп тұрмыз. Және одан бір көк дөңгелекті алып тастаймыз. Сонда 3-тен 1-ді алып тастасақ, 2 көк дөңгелек қалды. Одан кейін біз 3 қызыл дөңгелек көріп тұрмыз. Яғни 3 қызыл дөңгелектен 2 қызыл дөңгелекті алып тастаймыз. Сонда 1 қызыл дөңгелек қалады екен. Келесі тапсырма, екінші тапсырма: сана. Қай заттар 3-тен кем? Салыстыр. Бізде 4 сурет көрсетілген. Бірінші суреттегі заттар саны 3-еу, екінші суретте 5-еу, үшінші суретте 1-еу, төртінші суретте 2-еу. Енді бірінші суреттегі 3 затты басқа суреттегі топтардың санымен салыстырамыз. Яғни 3-ті 5 топпен салыстырсақ, 3 5-тен кем болады. Өйткені топтардың саны артық, көп 3-тен. Келесі 3-ті 2-мен салыстырамыз, 2 доппен. Яғни топтардың саны 3-тен кем болады. Яғни 3 2-ден артық болады. Одан кейін бір доппен салыстырсақ, 3 артық 1-ден болады. Өйткені топ біреу-ақ. Келесі тапсырма: бос орынға қандай фигуралар қажет екенін досыңа түсіндір. Олар қайда орналасқан? Енді балалар, қараңдар. Сұрақ белгісінің орнына біз фигураларды қоямыз. Бізде бір қатарда дөңгелек, төртбұрыш, үшбұрыш тұр, е? Келесі үшбұрыш, дөңгелек, төртбұрыш тұр. Одан кейін төртбұрыш, дөңгелек және ортада белгісіз үшбұрыш болады. Неге? Өйткені бізде әр фигура қайталанбау керек. Мысалы, дөңгелек, төртбұрыш, үшбұрыш қайталанған жоқ, е? Бірінші жолда. Екінші жолда үшбұрыш, дөңгелек, төртбұрыш тағы қайталанған жоқ. Ешқандай фигура бір-бірден болу керек. Төртбұрыш пен дөңгелек бар бізде үшінші жолда. Не жоқ? Үшбұрыш жоқ. Сондықтан сары үшбұрышты қоямыз. Екінші суретте де көк түс бар, жасыл түс бар, сары түс бар. Одан кейін сары түс, көк түс, жасыл түс тұр, е? Яғни келесі суретте біз үшінші жолға жасыл жалаушаны қоямыз. Одан кейін сары жалаушаны қоямыз. Одан кейін көк жалаушаны қояды екенбіз.